Ең алдымен балдар психологиялық ахуал қалыптастырып алайық бір-бірімізге, иә? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Күшті, жақсы, иә? Барыстансыз жақсы ма? Негізі, жалпы биология даму дегенді білдіреді. Сол үшін бүгінгі сабақта біз өз-өзімізді дамытамыз. Балдар, біздер қазір мына жердегі қағаздар арқылы топқа бөлеміз. Бір-бірден алайық. Олай болса, балдар, барлығымыз бірінші санды алғандар бірге, екінші санды алғандар екіге, үшті алғандар үшке отырамыз. Бөлініп болған болса, топ атауларын береге. Бірінші сыртқы бұлақ, ортаңғы бұлақ, сосын үшінші топ бізде үшкі бұлақ болып. Жақсы балдар, өткен сабақ біз қандай тақырып өттік? Құрылысымен үстімет ма? Көздің құрылысымен үстімет, иә? Үш сабақ үй жұмысын сұрауда бізде орындаймыз. Бұл жерде көздің құрылысы беріледі, соның бөлімдерін атаймыз, иә? Мына жерде балдар көздің атаулары беріп тұр, және көздің құрылысы беріп тұр. Осыны біздер сәйкестендіріп табамыз. Ол үшін бір-бір оқушыдан шығамыз. Білетіндер қолдарыңызды көтеріп шықсаңыздар болады. Ең көркем кет. Дайындалып қарап отырыңыздар. Айтып тұрамыз, иә? Көздің келесі. Екінші топ жайына көз бұршағы. Жақсы. Кел.
Келесі тағым. Кел. Кел. Хорошо. Жарайсың. Бересің. Тағым. Сансара кел. Кел ама бұл. Нұрылғабы. Келесі. Тағым. Қазанғабық дейді. Дұрыс па екен? Мейрамбекке жөндеп жеп қатесің бар, е? Жақсы, жарайсыңдар балдар. Енді тексеріп қарайық. Қараш бізде дұрыс, нұрғабық дұрыс, аққабығымыз дұрыс, көз бұршағы дұрыс, кірпік дұрыс, қасанқабық және шыны сәтті бейне. Жарайсыздар балдар. Жақсы балдар, олай болса, ненің дауысын естідіңіздер? Су, сосын құстардың дауысын, иә? Біз қалай естідік? Не арқылы естідік? Құлағымыз арқылы естіп тұрып, иә? Демек, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы есту мүшелерінің құрылысы және гигиенасы. Бүгінгі күнді жазамыз. Балдар. Бүгінгі тақырыбымыз біздің есту мүшесінің құрылысы, естудің маңызы, естудің бұзылу себептері, есту мүшесінің гигиенасы. Және нөмірі 12-ші зертханалық жұмыс. Балдар, жақсы, бүгінгі біздің сабақтың мақсаты дыбыс қабылдау ерекшеліктерін зерттеу, одан кейін есту мүшелерінің құрылысын анықтаймыз, есту гигиеналарын ережесін сипаттаймыз. Күннің жадын жазған болса, видео қарайық. Көптеген ақпараттарға толы. Адам сол ақпараттарды ең бірінші өте көп деңгейде құлақ арқылы естиді. Бірақ сол дыбыстарды біз қалай естиміз? Барлық дыбыстар сыртқы құлаққа жиналады. Сыртқы құлақ бұл құлақ қалқанынан сыртқы есту жолынан тұрады. Сырттан түскен дыбыс дабыл жағағы тітіркендіреді. Мембранасы дыбыс өткеннен тітіркейді. Дабыл жағарынан кейін ортаңғы құлақ басталады. Ортаңғы құлақтың өзінің балғашы, төс екшесі, үзеңгі атты үш кішкентай сүйектерден тұрады. Бұл үш кішкентай сүйектер бір-бірімен тіріліп, арада көпір түседі, көпірден кейін овальды терезе, одан кейін овальды терезе арқылы ішкі құлақ басталады. Ішкі құлақтың ішінде өзінің ұлудан тұрады. Бұл ұлу бізде өте маңызды функционалды анатомиялық құрылым. Ұлудың іші өзінің мембранасынан, өзінің секторларынан тұрады. Оның ішінде сұйықтық болады, сұйықтық қозғалып тіндерді тітіркендіреді. Осылай процесс жүру арқылы сырттан келген дыбыс нерв тіндерін тітіркендіріп, электрлік импульсқа айналады. Бұл нерв тіндерінен барған импульс. Видео сабақты қараған болсақ, біздер осы құлақтың құрылысымен таныстық, иә? Жаңағы өздеріңіз естігендей
жерге қарай макетте құлақтың неше бөліктен тұрады екен? Үш бөліктен. Қандай? Сыртқы, ортаңғы, ішкі. Және ішкі болып үш бөліктен тұрады екен. Осы құлаққа байланысты балдар, қазір біздер тапсырма орындаймыз. Сол арқылы бағалаймыз. Бірінші балдар, бағаламас бұрын бүгінгі топтың басшыларын тағайындап алайық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Кім басшы болады сіздерде? Жайна, топ мүшелерді жазасың, сосын соны бағалаймыз. Екінші топ, жанайым, топ мүшелерді жазасың, сосын бағалайсың. Үшінші топ, сіздерде кім? Балауса. Үш топты топ мүшелерін жазамыз, сосын бағалаймыз. Онда қазір тапсырма орындаймыз. Бірінші топ сыртқы құлақ, сіздер құлақтың құрылысын табасыздар және анықтайсыздар. Екінші топ сіздер ортаңғы құлақ пен ішкі құлақтың құрылысын табамыз, содан қызметін айтасыздар. Үшінші топ сіздер есту жолдарын, дыбыстарының маңызын туралы айтамыз. Жақсы балдар, енді мына бірінші тапсырмада дескриптивға қараймыз. Суреттегі, өздеріңізге берген суреттегі құлақтың құрылысының қызметін, сыртқы құлақтың, екінші топ ортаңғы және ішкі құлақты табып ажыратып, оны анықтайсыздар. Үшінші топ сіздер есту бұзылу себептерін, маңызын және гигиенасын айтасыздар. Дайындаламыз барлығымыз. Нормально. балға шығып қалады, кіреттер кіреді. Одан кейінгі Төстік. Үсенгі болады, үшіншісі. Одан кейін ұлы дене, Мынау құлақ жақсы. жоқ, мына жерде Мына ортаңғы және ішкі құлаққа қызметіне дайындаламыз. Дұрысына жарайсыздар мынаны. Таптыңыз. Жақсы, бірінші топ. Айтамыз. Жақсы. Енді қай топ бастайды бізде? Екінші. Жақсы, екінші топ дайын болсаңыздар, келіңіздер. Кел. Ортаға шығып, айтамыз. Мирабек. Kan бастаймыз. Болған болса, кім бастайды бірінші? Ана, не көрсетіп тұр, қолындағы. Сіздерге берілген ортаңғы және ішкі құлақтың құрылысы, Жансыз тұр, екеулеп ұстап тұрмын. Ортаңғы құлақ құрылысында өзара байланысқан кішкентай үш сүйек болады. Олар балғашық, төстік және үзеңгі. Ішкі құлақ бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан.
ішкі құлақтағы қуыстар мен иірім өзгергіштіктерінен түзілген күрделі жүйені біз шытырман деп атаймыз. Жақсы. Олардың іші Неге толы қуыс? Сүйектықтарға. Мына жерде біздегі ең кішкентай сүйектер қай сүйектер екен? Қайда орналасады екен? Ортаңғы құлақта орналасады екен, иә? Оларды қалай деп атады? Қалай деп атады оларды? Балғашық, төстік және Үзеңгіден тұрады екен. Жақсы. Екінші бізде ішкі қабаты, құлақтың ішкі қабаты. Оларда ұлы дене вестибула аппараты және немесе тепе-тегінсіз деп атайды. Есту рецепторлары жүреді. есту рецепторлары орналасады. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді үшінші топ. Келесі кезек балдар бізде үшінші топ, иә? Үшінші топ дайынбыз ба? Үшінші топ дайын болсақ деме оның. Бізге сіздерге не берілді? Құлақтың құрылысы және есту мүшесінің маңызы. Есту мүшесінің маңызы, иә, сосын гигиенасы екен. Жақсы. Құлақтың бірінші құрылысын айтасың ба? Бұл алттан тұрады. Құлақ қалқаны, сыртқы дыбыс жолы, дабыл жарығы, дыбыс шешкі, ұлы дене және есту жүйесі. Есту жүйесінен тұрады екен, иә? Жақсы. Бізде енді есту жүйесінің мүшелері гигиенасын айтамыз, Адам иә? үшін есту мүшесі ол маңызы зор болады. Және де біз адамдар сөйлегеннен бастап, олардың есту мүшесі ақпаратты қабылдай біледі. Әсіресе біз әлемдегі алуан түрлі ақпараттарды қабылдаймыз. Мысалы, біз алып қарағанда таудағы тұратын кісіні алып қараймыз, ол 70 жастағы болады. Ал қалада тұратын 20 жастағы адамды салыстырып қарасақ, екеуінің есту мүшелері бір. Себебі өткен болады. Сол үшін біздің құлағымызға зиян келуі мүмкін. Сол үшін олардың есту мүшелері бірдей болады. Және де бізде есту мүшесінің гигиенасын айтып кететін болсақ, есту мүшесін үшкір заттармен тазалауға болмайды. Құлақты яғни үшкір заттармен тазалауға болмайды. Өйткені ол құлаққа зақым келтіруі мүмкін. Жарайсың, молодец. Жарайсыңдар балдар, отыра қойыңыз. Жарайсыздар балдар. Тапсырманы орындаймыз. Әр топтан бір-бір оқушы шығамыз. Кім келеді? Кел. Мына жерде сүйектер, бүгінгі сабақтың тапсырмасын орындаймыз. Сүйектер. Одан кейінгі екіншісі сыртқы есту жолының табаны. Дабыл жарғағы. Балғашық. Балғашық, иә. Одан кейін үзеңгі одан кейін Ұлы денені таптық па? ұлы дене Вестибул аппараты. Иә, вестибул аппараты немесе тепе-теңдік деп атайды ғой, иә? Әрбір жүрегіне болған болса тексереміз деген жерде. ұмытып кетіппіз ғой біз. Қайта орындатыңыз. Енді балдар жауабын қарайық қане, жауабын тексерейік. Ол жүйет дұрыс, балғашық, сыртқы құлақ, төстік, иірім, үзеңгі және естақи түтікшелері. Жарайсыңдар балдар. Бүгінгі тақырыпты жақсы меңгергендеріңіз көрініп тұр. Келесі тапсырма есту мүшесінің құрылысын табамыз, иә? Оған балдар біртіндеп шығамыз. Бүгінгі сабақты талқылау мақсатында. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Иә, келе ғой. Бірінші сұрақта дабыл жолы құлақтың қай бөліміне жатады? Сыртқы, дұрыс па? Дұрыс, иә? Келесі сұрақ.
жарайсың. Келесі суреттегі, яғни суретті тауымыз керек. Ненің суреті екенін, иә? Қане кім? Мирамет? Кел Мирамет. Әні Мирамет. Жарайсың Мирамет. Келесі сурет. Нені суреті? Кім табады? Нұрбек. Кел. Біздегі құлақтың ішіндегі кішкентай сүйектердің бірі, иә? Жарайсың. Суреттерінен біліп алып отыр уже. Келесі 4 санмен берілген бөлімді тап деп тұр. Кім табады мынаны? 4 санмен беріліп тұр. Көркем кел. Дабыл жарғаға жарайсың. Келесі. 2 және 5 санмен берілген бөліктердің атауы қалай аталады? Жайна кел. 2 және 5 деп тұр. Дыбыс жолының үзеңгісі. Келесі суреттерді табу керек бұл жерде. Иірім өзекшелерін табу керек. Кім шығады? Қымбат шығады. Мирамет шығасың. Жарайсың. Мені көрсетілген құлақ бөлімі. Қымбат шығамын. 9 санмен көрсетілген не болады? Бізде ол жерде сұйықтыққа толы, иә? Олулы дене екен. Жақсы, жарайсыңдар. Енді дыбыс тербелісі қандай жолдардан өтеді? Жансая шығады. Жансая шықпады. Кел. Пожалуйста. Келесі сұрағымыз біздің ішкі құлақ бас сүйектің қай бөлігінде орналасқан? Келіңдер. Қай бөлігінде орналасқанын табамыз. Бастың қай бөлігінде еді? Самай бөлігінде орналасқан. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар. Біздер екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада сыртқы, ортаңғы, ішкі құлақтың құрылысын жазасыздар. Топ басшысы таратып бер барлығына. Екіншісі ортаңғы, ішкі құлақтың ерекшелігін жазады. Екінші топ сіздер. Үшінші топ біздің құлақтың құрылысын түгел жазып шығамыз, иә? Қандай бөліктерден тұрады? Топ басшысы барлығына таратып бере ғой. Балалар, біздегі екінші тапсырмасын дескрипторына мән береміз. Дескриптор арқылы орындап отырамыз. Көрінеді ғой барлығымызға, иә? Жақсы. Жеке жұмыс балдар бол. Жеке жұмыс жарайсың. Болған болсақ, қазір әр топтан бір оқушыны тексереге болған болсақ. Болған болсақ, кім бастайды? Бір оқушы айта қойсын? Иә. Келесі қай топ? Болдыңыздар ма? Әлі болмадық па? Екінші топ, сіздерші? Жания, болды ма? Жайна. Сіздер тұрады? Құлақтың ерекшелігі. Қандай ерекшеліктен тұрады екен? Сыртқы, ортаңғы деп айт. Сыртқы құлақтың ерекшелігі құлақ қалқаны мен сыртқы есту жолынан тұрады. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағы және 3 есту сүйекшесінен балғашы төсте үзеңгіден тұрады. Ішкі құлақ ұлу жартылай шеңберлі өзекшелерден ерекшеленеді.
бөлімі сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ, ішкі құлақ қызметтері. Сыртқы құлақтың қызметі есту жолы арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына соғылып, оны тербетеді. Ортаңғы құлақ дабыл жарғағымен бітісіп кеткен балғашып алдымен оның тербелісін төстікке береді. Кейін күшейтілген тербеліс үзеңгіге береді. Ішкі құлақ дененің қалпы өзгергенде дененің қалпы өзгергенде кристалдар қысымы мен рецепторларда қосу тудырады. Олардың қосы сұйықтыққа толы болады. Жақсы, жарайсың. Тағы айтатындар бар ма? Бұл жеке жұмыс балдар. Барлығыңыз орындадыңыз ғой да? Жақсы балдар. Топ басшылары бағалап отырамыз. Топтарыңыздағы кім орындамаса, соған бал берілмейді. Жақсы, бағалап болған болса, балдар бізде үшінші, бұл бізде зертханалық жұмыс. Балдар, бүгін үшінші тапсырмамыз бізде зертханалық жұмыс. Зертханалықтың тақырыбы дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу. Бұда жүкпен орындаймыз. Екі оқушы шығады. Екі оқушы, біреуі зерттеуші, екіншісі зерттелуші болады. Құлағымыздың зерттейтін оқушы екінші оқушыға сұрақ, яғни жай сыбырлайды. Біреуі деген зерттеуші, екіншісі зерттелуші болады. Зерттеуші оқушы сыбырлап екінші оқушыға бір сөз айтады, оны табу керек, яғни қайталау керек. Ал екінші оқушы соны қайталағаннан кейін олар орындарын ауысады. Енді осы жерде олардың ара қашықтығы қанша болады? Екі оқушының ара қашықтығы 7 және 6,5 болу керек метрде. Олардың құлақтары естімей, жай еститін, айтылмаған жағдайда болатын болса, 5 қадам, 5 метрге дейін, яғни 5 қадамға дейін ол жалғас бері жылжиды. Сонда бізде екі оқушының ара қатынасы, яғни 7, 6,5 метрде болу керек. Одан кейін егер жаңа естуі сәл нашар болатын болса, 5 қадам жарайды. 5 қадамға дейін жылжытадымыз. Ол үшін екі оқушы шықсын. Кім шығады? Екі оқушы. Кел, Көркем. Жанайын келе ғой. 5 қадамды өлшеп алайық та. Зерттелуші оқушы болады. Кім зерттеуші, кім зерттелуші болады? Кім айтады? Зерттеуші ма? Зерттелуші. Құлағын тексереміз. Ол үшін Көркем мына сөздерді сыбырлап айтасың, сыбырлап айтасың. Сен бір құлағыңды жабасың, сосын ауысып келесі сөз айтқанда екінші құлақты жабамыз. Жақсы ма? Кән сыбырлап айтамыз бірақ. Сәл дауысын шығарамыз. Бала. Жақсы, келесі сөзіңді. Лика. Білмеймін. Естімеймін. Қайташ. Тағы сәл шығарады. Лика естідік. Дұрыс па? Дұрыс. Үшінші сөзіңді айт. Қандай? Бір қадам жақында. Дұрыс, вагон. Жарайсыздар. Енді орындарымызға ауысамыз. Жаңағы Көркем жайына неше сөзді тапты, соны жазасың, жақсы ма? Дауысын шығар. Жарайды. Бөбек. Құлағыңды, қолыңды ауыстыр, екінші құлағыңды. Төбен. Қайталар. Дін. Жақсы. Бір сөз айт.
Жақсы, жарайсыңдар балдар, жарайсыңдар. Келесі. Мейрамбек, келе ғой, кел. Нұрбек кел, екі оқушы шықсын. Нұрбек пен Мейрамбек келеді. Қайсысын зерттеуші, қайсысын зерттеуші боламыз? Мына жерде бір. Бір құлағын жауып тұрамыз, Мейрамбек. Сыбырлап айтамыз, бір сөзді айт. Тағы айт. Екінші сөзінде, екінші құлағын ауыстыр. Жақсы, орындарымызды ауыстырайық енді. Атқа кірсін. Бір құлағын жауып. Нұрбек. Қайталап. Қолыңды ауыстыр енді. Қандай? Жарайсыңдар. Жарайсыңдар олар. Отыра ғой. Тағы екі оқушы шықты. Жансая екеуі ма? Қайсысы зерттеуші? Иә, сен зерттеушісің, иә? Жарайды. Бір құлағын жауып тұр. Қолыңды ауыстыр, екінші қолыңды. Дұрыс па? Енді орындарымызды ауыстырайық. Бір құлағын жауып тұр, және. Екінші қолыңды. Жарайсыңдар. Тағы біреуін қойшы. Жақсы. Жарайсыңдар балдар. Барлықтарыңыздың құлақтарын жақсы естиді. Келесі екі жүк оқушы шығайық. Қымбатпен ажырассын. Кел. Біреуіңіз зерттеуші, біреуіңіз зерттелуші оқушы боламыз, иә? Кім зерттеуші, кім зерттелуші болады? Кел, сен мына жерде тұр. Қымбат, сен ана ұшта тұр. Мына жердегі дұрыстарды ол үшін қымбат бір құлағын жауып тұрады. Сыбырлап айтамыз. Бала. Дом. Лоза. Келесі құлағын ауыстыр. Жай, одан да жай, сыбырлап айт. Мари. Рика. Жақсы, орын ауыстырамыз енді. Қымбат айтады. Іңкәр бізде зерттелуші. Бебек. Жас. Кіл. Жай. Құлағын ауыстыр, екінші қолымен. Шоу. Жақсы. Босқа. Зат. Шу. Жарайсыңдар. Болды ғой да? Барлығын айтты ма? Жақсы, жарайсыңыз. Отыра қойын болды. Болған болса, бізде
балдерді бағалап айтып жібереміз. Қорытынды жасап жіберіп, қорытынды. Сосын үй тапсырмасына шыққан балдарға бір-бір ұпайларын қоямыз. Бір-бір ұпайларын қоямыз. Жаңа көздің құрысына жазды ма? Кім болды? Бағалап болдыңдар ма? Бағалап болдыңдар ма балдар? Үш тапсырма 3 балл. Сосын мынауда 3 баллмен болады. 3 сұрақ болды ғой мысалға. Сосын үй жұмысына біреу. Мысалға үй жұмысына шыққан мана балдар бар еді ғой. Солар біреу болады. Балауса 7 балл, көрпе 9 балл, аяулым 7 балл, Қайыржан 6 балл, Нұрболат 6 балл, Қанай 9 балл. Одан кейін екінші топ болдыңыздар ма? Бірінші топ жаңайын болдық па құралай? Құралай айта ғой. Топ мүшелеріміз. Құралай 10 балл, Бекас 10 балл, Аружан 10 балл, Нұрбат 10 балл, Альбина 10 балл, Нұрбет 10 балл. Жақсы. Жәния 9 балл, Жансая 9 балл, Жайна 9 балл, Мейрамбек 8 балл, Нұрсұлтан 7 балл. Жақсы, жарайсыздар балдар. Балдар, жарайсыздар. Мен де белсенді қатысып отырған оқушыларға бір-бір ұпайдан берем, я? Көркем, Құралай, Мейрамбек, Жайна, Жансая, Жания, одан кейін Құралай, тағым бар. Осы оқушыларға мен бір-бір ұпайларын берем. Бізде 10 ұпаймен белгіленеді. Жақсы, балдар, болған болса, осы бүгінгі тақырыпты қорытындылай. Ол үшін мына жерде рефлексия. Бірінші, мен білген 3 нәрсе. Соны айтамыз. Екінші, мен таңқалдырған 2 нәрсе. Не екенін айтамыз. Үшінші, болашақта тереңірек қарастыратын қандай. Сол туралы ойларыңызды жазып айтсаңыздар болады. Қайсысын айтасың? Жақсы. Үшеуін айта аламын. Жақсы. Бір-бірден айта аламын. Мен білетін 3 нәрсе, мен бүгін білген атам ол құлақтың құрылысын және құлақтың ішіндегі ішкі және сыртқы және ортаңғы бөліктер бар екен. Жарайсың. Жақсы. Тағым айтады, рефлексия. Бірінші топ. Бекасыл. Болашақта тереңірек қарастыратын бір нәрсе ол құлақ ішіндегі дыбыс қабылдайтын барабандардың негізі. Жақсы. Тағы жерге таңқалдық. Ортаңғы құлақта ең кішкентай 3 сүйекшелер болады. Бұлағы табады. Дұрыс. Иә, қандай сүйекшелер сол? Балғашы, үзеңгі және сөздікте тұрады екен. Бұл бізде ең кішкентай. Үйде жарайды тапсырма осы құлақтың есту жолдарын анықтайсыздар. Осыны оқып келеміз. Сосын бір 150 сөздік эссе жазып келесіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.